Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге перловкадан құрттан жасалған көженің жасалу жолымен бөлісемін. Бізге санаулы ғана ингредиенттер қажет. Жуа, перловка, қолдың құрты, райхан қажет болады. Енді ыдысымызға, қызып тұрған ыдысымызға сары майымызды салып, ертіп алып, ергеннен соң жуамызды үкіштен өткізіп, оны да қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз, кішкене ғана қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін суымызды құйып қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін ғана перловкамызды салып аламыз. Оны да орташа отта қайнатып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін тұзын дәміне қарай тұзды салып, енді біз осы сорпаның үстіне біз құрттың тұздығын дайындаймыз. Енді қайнап тұрған сорпамызды құрттың үстіне құйып, осылай қасықпен, шанышқымен араластырып кішкене езіп аламыз. Тұздығымыз дайын болды достар. Енді осы тұздықты дайын болған тағамымызға құямыз. Дәл осылай құйып араластырып аламыз, жақсылап тұрып. Енді соңында райханды салып, оны да айландырып отырып дәмін келтіреміз достар. Дәмі деген керемет болып шығады ғой достар. Райханның иісі де, дәмі де керемет болып шығады. Бұл тамақты ыстықтай да және де суытып та жесеңіздер болады. Бұл грипп болып ауырып жатқан адамдарға өте таптырмайтын көже. Сіздер де дәл осылай қылып жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шықты ғой достар. Сіздермен болған Сабира ас болсын.